екі ось. Біздің цилиндр тік орналасқан, сондықтан алдынан қараған көрісі төртбұрыш болады да, үстінен қараған көрісі шеңбер болады. Шеңберді сызайын. Бес. Міне, үстінен қарағанда. Алдынан қарағанда. Так, 50. Бес миллиметр. Биіктігі 54. 54. Болды. Ұштарын қоссам, мен цилиндрдің алдынан қараған көрінісі. Енді сол жағынан қараған көрінісі тура алдынан қараған көрінісімен бірдей. Үш көрініс салып көрдік. Енді қазір осы цилиндрдің кесілген ойылған жерлері бар, соны салайық. Бірінші қалай ойылған? Міне ортасында 20 мм қалыңдық қалдырып, екі шетін кесіп алған. Мен жаңа ең бірінші көрсеткен мысалдағыдай. Енді оның біз қай жағын көріп тұрмыз? Ол кесілген жердің профилін. Міне сол жақ шетінен қарасақ, біз соны толық көріп тұрмыз. Мына алдына қарап көрсін. Басында? Oldu mu? Mine, sol jақ көрініске бірінші саламыз. Ортасы 20 мм қалады, ал тереңдігі 38. Мен қазір қызыл сызықпен былайынан көрсетіп қояйын. Ортасынан 20 мм қалады деген сөз. Так, мына 50, 15 бір шетінен қысқарады, 15 бір шетінен қысқарады. Енді төмен қарай 38, 38 тереңдігі неге қарай шетіне шығады. 38 шетіне шығады. Болды, мынау шет жағы кесіп түсті. Цилиндр шет жағы кесіп түсті. Болды. Сол жақ көрініс кесіп тастады. Енді екінші қай көріністе цилиндр табаны шеңбер, сол жерден осы кесілген жерді салайық. Мынау ортасы 20 мм қалады. Сонда бұл қалай қай жағына қарай қарап тұр? Міне бұл екі сойсын бағыты. Міне екі сойсын бағыты. Олай болса, осы жерден біз қазір 20 мм қалдырамыз. Бір шетіне 10, бір шетіне 10 мм. Мынаны тұтас қалыңсыздық қылып қойайын. Тұтас қалыңсыздық қылып артығын кесіп тастайын. Артығын өшіріп тастайын. Міне үстінен қараған кездегі екі шеті кескен. Мынау бөлігі ол мына беті, ал мына бөлігі ол мына беті, ортасындағы 20 мм ол цилиндрдің төбесінде қалған табаны. Енді алдынан қараған көрініс салуымыз керек. Алдынан қараған көрініс салу үшін сол жақ көріністі және үстінен қараған көріністі байланыстырып түсіреміз. Мынау кесілген жердің тереңдігі, осы жерге кесілген, немесе тура осы жерге цилиндр көлденең кесілген. Ал енді мынау тігінен кесілген жердің жазық беті, ол міне жазық беті. Сол жақ шеті, оң жақ шеті. Байланыстырып жүргізсек, сол жақ шетінен былай шығады, оң жақ шетінен былай шығады. Міне екеуі. Сонда мынау кесілген кезде пайда болатын жазық бет, ол мынау төртбұрыш болады. Мен қазір сол төртбұрышты үстінен басып, қалыңсыздықпен басып шықсам, былай төртбұрыш алады екенбіз. Енді мынау байланыстыруларын өшіріп тастасам болады. Мен цилиндрді кесіп алдым. Әзірше екі былай ұзыннан кесілген бетін кесіп алдым. Енді ол тағы да былай ортасынан сағық кесілген. Міне оның
пішіні, профилі. Ол 4 бұрышты призма. Өлшемі 24 мм, 24 мм. Тереңдігі 21 мм. Мен қазір нерге салайын мұны. 24 мм. 24 мм. Ол тура ортасында төмен қарай 21 мм. 21 мм. Осы жерден былай қарай жоғары табанына қарай ойылып алған. Үстіңгі жағынан ойылып алған. Мынау цилиндрдің төбесі жоқ. Міне алдынан қарағанда біз салып алдық. Ойықтың, жаңағы призмалы ойық, соның профилін салып алдық. Енді бұл жерде мынау ось контурлы сызыққа әкелеміз да, 5 мм дейін тағы бет шығарып қоямыз. Міне жоғары жағы бос жерде ось өзінше болмайды. Ось әр уақытта осы контурға байланысты. Енді үстінен қарасақ, міне байланыстың төбесіреміз. Ол кескен жері қай жерде? Ол мынау жаңағы призманың цилиндрдің ортасында қалған бөлігі бар ма? 20 мм. Тек қана сол жерде ол цилиндрдің астыңғы жағында, бүтін жағында ол кескен жоқ. Міне үстінен қарағанда осылай қала берсін. Ол тек қана төбесінде кескен жер. Мынау 4 бұрыш, мынау табаны. Енді сол жағына қарай байланыс сөзін жіберсек, сонда біздің мынау ойығымыз, үстіндегі ойық, ол осы қалған цилиндрдің қалған бөлігінің арасында. Ол табаны бізге көрінді ме мына жерде? Көрінбейді. Ойса біз ол жерде штрих сызықпен сызуымыз керек, көрінбейтін штрих сызықпен былай сызып қойымыз керек. Енді байланыс сөзін алып тастасақ, міне біздің цилиндр дайын. Барлық кетік ойық тесігін бәрін салып қойдық. Бітті. Енді екеуін біріктіреміз. Цилиндрмен жаңағы призманы екеуін біріктірейік. Мынау алдынан қараған көрініс, мынау алдынан қараған цилиндр. Енді осы цилиндрдің алдынан қараған көрінісін мен апарып призманың үстіне қойып қоямын. Міне шықты. Мынау сол жақ көрініс алдында призманың сол жақ көрінісін апарып үстіне қойып қойдым. Болды. Енді үстінен қараған көрінісі, призманың үстінен қараған көрініс, цилиндрдің центр тура ортасына екеуін көріп. Сол үшін мына жерден сызық ортасын белгілейтін сызық қоямын мына. Мына сызықтың тура ортасына. Мына ортасы болады. Цилиндрдің центрі сол нүктеге келу керек. Алдында шеңбер центрін мына сызықтың ортасына әкеп қойдым. Енді ол сызықты, штрих сызықты алып тастайын. Мынау ось контурлы сызықтан бітпеу керек. Сондықтан сыртқа қарай 5 мм шығарып қойдым. 5 мм шығарып қойдым. Енді біздің бөлшектің 3 көрінісі толығымен бітті. Сонда тапсырманы орындағанда қайсымыздікі болса да 3 көрініс осылай түсу керек. Жан жақта шашылып жатпайды. Әрқайсының өз орны бар. Проекциялық байланыстар. Сұрақ бар ма? Екі баланың тыңдап отқанын көріп